Қайырлы күн. Бүгін сіздерге ручка жасауды үйрететін боламын. Мен сумкам дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай 2 метр, 2,5 метр ұзын қылып леска аламыз. Және осындай 5 қатар, жаны 5 қатар болу керек. Міне 4-5. Енді біз не істейміз? Бірінші жоғарыдан сына бірінші емес, екінші қатардың ортадағы 3 моншағы. Көріп тұрсыз ғой? Осы 3 моншағынан осылай лесканы өткіземіз. Осылай өткізесіздер. Үшеуінен бірдей осылай өткізіп, лесканың екі ұшын теңестіріп аласыздар. Және лесканың осылай бірдей теңестіріп алдым. Және лесканың бір ұшына бір моншақ өткізесіздер. Осылай бір ғана моншақ өткізу арқылы крючок жасап аласыздар. Осылай крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізесіздер. Мұқият қараңыздар, осылай жасап алып, келесі ұшын осылай өткізесіздер. Лесканың екі ұшын ұстап тартасыздар. Лесканың ұзындығы бірдей болып қалсын, екі түрлі болып қалмау керек. Осылай теңестіріп аласыздар да тартамыз. Осылай тартып алдық. Жақсылап тартсаңыздар, көріп тұрғандарыңыздай сумканың формасы шығады. Енді не істейміз? Осылай жақсылап тартасыздар да, лесканың екі жоғары жағында көріп тұрғаныңыздай екі моншақ тұр. Әр лесканың үстіндегі моншаққа осылай лескамызды өткізіп аласыздар. Лесканың ұшын аласыздар да, өзінің бойында тұрған жоғары қарай кеткен моншаққа осылай өткізесіздер. Келесі ұшында дәл осылай өткізесіздер. Осыған өткіземіз. Бір моншақ өткізесіздер де, дәл жаңағыда крючок жасап тартасыздар. Тартып аласыздар. Жақсылап тартасыздар. Формасы сол кезде жақсы шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай шығады. Жақсылап тартасыздар. Енді біз жаңағыдай ременіне, цепқа нетеміз, моншақ жасаймыз. Осылай бізде 4 қатар болады. 4 моншақ осылай квадрат сияқты тұрады. Енді біз осылай 4 моншақты өткізіп аламыз. Бұл бізде кольцо жасау үшін жаңағыдай цепті осыған жалғайтын боламыз. 2, 3, 4 осылай өтесіздер де, осы 4 моншаққа крючок жасайсыздар. Бір ғана моншаққа емес, 4-еуіне бірдей. Міне, осылай өткізіп алыңыздар. Ар жағына шығып кетпесін байқаңыздар. Осылай крючок болады. Келесі лесканың ұшына осылай өткізіп аласыздар крючоктан. Жақсылап тартасыздар. Сабырлық керек бұл жұмыста, өздеріңіз білетіндей. Осылай тартсаңыз, артқа қарай сол кезде осындай шығады. Жақсылап тарту керек. Крючок моншақтардың ішіне кіріп кетуге қажет. Жанында қалып қоймасын. Міне, көрсіздер ме? Осылай қатты тартсаңыздар, осылай шығады. Енді сол моншаққа және бір крючок жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Сол тұрған моншаққа, ортадағы лесканың екі ортасында тұрған моншаққа осылай лескамызды өткізесіздер. Келесі крючокты айналдырып, қайтадан өткізесіздер. Міне, мына бір бетінде тұр. Енді келесі бетінен осылай өткізесіздер. Келесі жақтағы лесканы айналдырып өткізесіздер. Сол кезде крючоктың ішінде леска пайда болады. Міне осылай өткізесіздер де, жақсылап тартасыздар. Осылай сіздер жаңағыда ілмек жасадыңыздар, бір сөзбен айтқанда, жаңағыда ременді ілу мақсатында. Енді не істейміз? Енді лесканың бір ұшына 3 моншақ өткізесіздер.
осылай 3 моншақты өткізіп аласыздар. И үшінші моншаққа осылай бір моншаққа крючок жасайсыздар. Келесі лесканы ұшын өткізіп тартасыздар. Естеріңізде болсын, бірінші осылай бір жағын жасаған кезде, квадраттың бір жағын жасаған кезде біріншісін 3 моншақ өткізесіздер. Одан кейін екінші, үшіншіде 2 моншақ өткізесіздер. Соңында 1 моншақ өткізесіздер. Міне біз қазір бір жағын жасадық. Енді астыңғы лесканы осы келесі жанында тұрған моншаққа осылай өткізесіздер де тартасыздар. Ал жоғары жақтағы лескаға 2 моншақ өткізесіздер. Міне осындай болып тұрады. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Біреу, екеу. И крючок жасап, келесі лесканы ұшын осылай өткізіп тартасыздар. Жақсылап тартып алыңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Квадраттың 2 жағы шықты. Енді және 2 қабырғасын жасау қажет. Тоже осылай лесканы, астыңғы лесканы осылай астыңғы моншақтан өткізесіздер. Өзі бір ғана моншақ тұрады, қайсына өткізу керегіне шатаспайсыздар, уайымдамаңыздар ол жағынан. Қатты тартудың қажеті жоқ, аты крючогың шығып кетеді алдыңғы моншақтағы. Жоғары жақтағы лескамызға және 2 моншақ осылай өткізесіздер. Түсінбесеңіздер қайталап көріңіздер. Міне осылай 2 моншақ өткіздік те, тоже крючок жасап тартып аламыз. Енді байқағаныңызда 3 қабырғасы шықты. Енді соңғы қабырғасын жасаймыз квадраттың. Осылай астыңғы лесканы астыңғы моншақтан өткізесіздер де, жоғары жанындағы моншақтан өткізесіздер. Өз көрініп тұрады, қайсына өткізу қажет екенін. Міне осы жанында тұрғаннан осылай өткізесіздер. Бірінші қабырғаның жанындағы моншаға деп айтсам да болады, бұрышы. Осылай өткізесіздер. Осылай өткізіп аламыз. Тартасыздар. Сол кезде 2 леска жоғары жаққа қарап тұрады. Бір лескаға 1 моншақ өткізіп крючок жасайсыздар. Солай крючоктан келесі лесканы ұшын өткізіп тартасыздар. Жаңа қайталап кеткенімді естеріңізге сақтаңыздар. Бірінші қабырғаны жасайтын кезде 3 моншақ өткізесіздер. Екінші, үшіншіде 2 моншақтан өткізесіздер. Соңғысында 1 моншақ өткізіп, сонымен осылай квадратымызды аяқтайсыздар. Міне осылай басы шықты. Осылай жасап кете бересіздер. Дәл осылай 2 жағына да жасап аласыздар. Міне осылай шығады. Өздеріңізге қажет размерде жеткен кезде екеуін біріктіресіздер. Ал біріктіруді мен сабақта көрсеткен болатынмын. Естеріңізге түсіріңіздер. Міне осылай шығады. Сәттілік баршаңызға.